Қайырлы күн, YouTube арнамның көрермендері. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында медовый торт дайындап көрсететін боламын. Ол үшін холодильнигіңізден табылатын үй жағдайында өте оңай әрі тез, тойымды, балалар сүйсініп жейтін заттардан дайындалатын оңай торт дайындап көрсетемін. Құрметті менің YouTube арнамның көрермендері, бүгін мен сіздерге үй жағдайында медовый тортын дайындап көрсетемін. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа, 200 грамм қант және де ұн қажет. Ең алдыменен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, төрт жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Міне осының үстіне енді қантымызды саламыз. Енді жақсылап венчиктің көмегіменен араластыратын боламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Айырмашылығы жоқ. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен осылай венчикпен араластырдым. Ыдысымызға балымызды салып, 2 қасық балымызды салып, ертіп аламыз. Баяу отта балымызды ертіп алатын боламыз. Үстіне қазір біз сары майымызды саламыз. Және де 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Осылай еріген балымыздың үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, оны жақсылап араластыратын боламыз. Осылай көпіріп, түсі өзгере бастайды. Осы кезде біз сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенше отта ұстаймыз, араластырамыз жақсылап тағы да. Карамельный цвет шығады. Асты баяу отта осылай бір келкі қып қозғап тұрамыз. Майымыздың бәрі түгел еріп болғаннан кейін отты сөндіріп, массаны суытып қоятын боламыз. Астын сөндіріп, міне сары майымыз көріп тұрғандарыңыздай бәрі түгел еріп бітті. Енді астын сөндіріп, бұны бір шетке алып қоямыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып алып, мынау біздің бағанағы дайындаған бал қосылған массамызды аз-аздан бөліп құйып, шетінен жаймендеп араластырып отырамыз. Масса міндетті түрде суыған болу керек, себебі жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан суытып қойып қосыңыздар. Қосқан кезде міне осылай бәрін қосып аламыз. Енді бұны да жақсылап араластырып, үстіне ұнымызды салатын боламыз. Ұнды да аз-аздан саласыздар. Шетінен араластырып отырып салып, міне менде мынандай тесто дайын болды. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай тесто дайындайсыздар. Бұған ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Қазір мен сіздерге ары қарай қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге пергамент қағаз керек. Пергамент қағазға сызып, торттың көлемін сызып алып, соған салып, қасықпенен ары қарай қолымызбен жұмыс жасайтын боламын. Міне осындай пергамент қағазымызға біз дайын болған тестамызды саламыз. Осылай қағаздың қақ ортасына салып, екі жарым тола 2 қасық және жарты қасық салдым. Енді осының үстіне
ұн сүйіп шығамыз. Сосын оны әдемелеп қолымызбенен формаға келтіріп жазып шығатын боламыз. Міне осылай бәрін жазып, дөңгелек мен өзім сызып алған формаменен бәрін бір келкі қылып домалақ форма жасап шығардым. Енді осыны қызып тұрған печкамызда 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Медовый тортымыздан крем дайындайтын боламыз. 20% қаймаққа бір банка сгущенканы араластырамын. Вареный сгущенкамен де жай сгущенка қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша осы екеуін жақсылап араластырып алып, дайын болған қорждарымызды жинаймыз. Біздің сгущенка мен қаймақ араластырған креміміз дайын. Енді дайын қорждарымызға қазір жағам. Мен қорждарды дөңгелек кесіп алдым. Енді кремімізді салып, осылай барлығын жазып шығатын боламыз. Міне осылай кремдерімізді салып жағып шығатын боламыз. Бірінің үстіне бірін қойып, мені көріп тұрғандарыңыздай биік тортымыз шықты. Кремнің бәрін жағамыз және жан-жанына да жағып, бетін әркім өз қалауы бойынша сәндесе болады. Сахарный пудра сепсеңіздер болады, шоколад үгітсеңіздер болады, немесе осы өзінің қорждың жанында қалған үгітінділерін блендердан өткізіп, не болмаса оқтаудың көмегімен майдалап, бетіне сеуіп шықсаңыздар, әдемі сән беріп тұрады. Мында жағып. Өте оңай, тез 30 минуттай дайындауға болатын торт. Ұнаса сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бүгінгі біздің балды тортымыз дайын болды. Менің балды тортым осылай шықты. Шет-шетін осылай пышақтың көмегімен немесе қасықпенен тегістеп қойсаңыздар, бір келкі тегіс болып әдемі көрініп тұрады. Тоңазытқышқа міндетті түрде 1-2 сағатқа қалдырыңыздар. Арасындағы кремі сіңіп, жеген кезде ауызда ериді. Ұнаса сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге пайдалы видеолар түсіретін боламын.